Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Рахат ауылдық округіндегі мектепте тағы да шу. Бұл жолда оқушылар арасында төбелес болып, бір бала ауруханаға ауыр жағдайда түсті. Баламнан жоғарғы сыныптың оқушылары ақша бопсалап, артынша аямай жабылып ұрған деген атана енді бұл мектепке 5 баламды жібермеймін деп шырпыр. 2 апта бұрын бір оқушының жаны осындай төбелестен әзер аман қалған мектеп ұжымы бұл жол не деп ақталды? Аудандық білім басқармасынан бастап, мектеп басшылығы оқушылар тәртіпке саламаса орындарынан неге кетпейді? Әйгерім Ердәулетқызы баяндайды. 6 желтоқсан күні мектептен үйіне қайтпаған ата-ана баласын бір топ мектеп оқушысы тепкінің астына алып жатқан мына видеодан бірақ біліпті. Бірақ саяжайдың қай жер екенін түсіне алмай дереу учаскелік полицияға хабарласқан. Құзырлы органдағыларда шарқ ұрып іздей қоймаған. Ақыры Әлиханды үйіне достар әкеліпті. Балам есінен танып қалған екен. Мына құсып, неғып Әлихан деп атырым. Естімеймін, барлығы, мына жерлердің барлығы ісіп кеткен шеш. Мына жерлері жырылып, үсті басы, қан көйлектері. Тоқтатсын мынаны бассыздықты. Бұл не деген сұмдық? Мен айтуға сөзім жоқ. Мектептегі оқушылардан мәжбүрлеп жоғары сыныптың балалары ақша жинайтын өзге де ата-аналар растап отыр. Білім ордасындағы мұндай тәртіпсіздіктен кейін балаларымызды ауылдағы жалғыз мектепке жіберуге қорқып қалдық дейді. Мектепте кішкентай балдары барлар айтады, темекі тарттырады дейді. Мектептің артына барып темекі тарттырады, балдарымызға солай жасаған дейді. Бір участковый мына жағында, бір участковый ар жағында тұрса, осындай болмайды. Мектеп директоры бұл жолы да жұмыс орнында болмады, ал орынбасары Әлиханға жабылды дегенге сенбейміз дейді. Бәрімен сөйлесіп, қазір ішкі зерттеулерді жүргізіліп жатыр, сыртынан да зерттеліп, енді барлық құзырлы органдар өздері қарастырып жатыр. Естеріңізде болса, 26 қарашада дәл осы мектептің 5 сыныбында оқитын баламды жабылып ұрды деп редакциямыздан тағы бір ата-ана көмек сұрап еді. Арманның анасы полиция жөнді тергеу жүргізіп жатқан жоқ дейді. Ал мектеп алдында тұрған 3 бірдей камерадағы бейне жазба түгел өшіп қалыпты деп отыр мектеп әкімшілігі. Қазір дәрігерлер 2 баланың да өміріне қауіп төніп тұрған жоқ дейді. Әйгерім Ердәулет, Тұман Сүлейменов, Информбюро, Алматы облысы.